Сәлеметсіздер ме оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің номер 3 сабақтың тақырыбы мәнге толы өмір. Сабақтың мақсаты оқушыларға адам өмірінің мәні, айналасын қуанышқа бөлеп, риясыз жақсылық жасауда екенін түсіндіру арқылы сүйіспеншілік, дұрыс әрекет құндылықтарын мәнін ашу. Сабақтың құндылығы дұрыс әрекет. Сабақтың қасиеттері қарапайымдылық, адалдық, әділдік. Сабақтың дәйекті сөзіне тоқтала кетсек, неге біз үнемі алға ұмтыламыз? Өйткені өмірдің мәні тек жаңалық ашуы. Лев Толстой. Балалар, сіздер де дәйекті сөзді қайталай отырыңыздар. Дәйекті сөзді қайталап болсаңыздар, берілген сұраққа жауаптарыңызды бере отырыңыздар. Сұрақтар: дәйекті сөзде қандай ой түйдіңіздер? Адамзатқа алға ұмтылуға итермелетін қандай күш деп ойлайсыздар? Сіздерге алға ұмтылуға әсер еткен сезімдеріңіз қандай? Балалар, берілген сұраққа шынайы жауаптарыңызды күтемін. 5-ті ережесі: тәртіп, тазалық, татулық, тыныштық, талап. Балалар, мұқият қойып мән беріп отырсаңыздар, 5-ті ережесінің өзі өмірдің мәні емес пе? Әрбір жерде тәртіп болса, әрбір адам бойында тазалық, татулық болса, кез келген ортада тыныштық болып, талап болса, өмірдің өзі бір жүйеде, бір сарында, бір қалыпта жүреді емес пе? Міне, бұның өзі өмірдің мәні емес пе? Қалай ойлайсыздар? Оқу тапсырмаға да келдік. Балалар, өткен сабаққа сіздерде оқу тапсырмасына Тоқтар Әубәкіров туралы түсірілген биіктерді бағындырған нақты деректі фильмінен алған әсерлеріңізбен қоса өз көзқарастарыңызды адамның еркі тек қана берік адамның еркі ғаламат күш тақырыбында эссе түрінде жазған жұмыстарыңызды ұсынуларыңызды сұраймын. Жұмыстарыңызды өз пән мұғалімдеріңізге жібере отырыңыздар. Мәтін мен жұмыс. Өмірдің мәні. Балалар, қазір мен сіздерге мұқият бір аңызды оқып бере кетсем, мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Өмірдің мәні. Әкесі ұлының жастық шағын бекер өткізіп жатқандығына қамығып, баласын серуенге шақырады. Ашық та желсіз күн еді. Көлге келгенде әкесі ұлына: айналаңа көз салшы, аспанда, күнде, тауларда, барлығы да суда көрінеді. Қолын суға салады да, қолында қалған су тамшыларын жерге сілкейді. Ұлына жердегі тамшының біреуіне қарауын өтінеді. Тамшыда қоршаған ортаның бәрі де көрінеді. Уақыт та осындай ұлым, дейді әкесі. Адамның өмірінің бір сәті барлық өмірдің көрінісі бетті. Бір сәт сенің бір күніңнің көрінісі болса, бір күнің барлық өміріңнің көрінісі. Сондықтан да өмірдің әрбір сәтін бағалай біліп, әкесі ұлына өсиет айтыпты. Балалар, міне, аңызды әңгімені тыңдап болсақ, сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Сұрақ: сіздер үшін өмірдің бір сәті не болып табылады? Неліктен? Өз өмірлеріңіздің әрбір сәтін дұрыс бағалай білуге қандай қасиеттеріңіз көмектеседі? Шығармашылық жұмыс. Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, өмірі өнегелі, мағыналы тұлғаға мінездеме беріп, оның портретін жасаңыздар. Тапсырманы дәптерге орындауға болады. Керекті сөздер мен сөз тіркестері: мақсат, бейімділік, зеректік, қызығушылық, сүйіспеншілік, ізгілік, мүмкіндік, болашақ, рухани, игілік, адамзат бақыты, зерттеу, өзін-өзі жетілдіру, мәнді өмір, адам болу. Міне осы сөз тіркестерін, керек сөздерді байланыстырып, бір жақсы адамның портретін жасап шықсаңыздар. Сіздерге Абай Құнанбаевтың «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» атты көркем сөзін ұсынамын. Мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім.
Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрум қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзім де басқа шауып төс көрледім, қазақта қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Мінекей балалар, Абай Құнанбаевтың жасында ғылым бар деп ескермедім атты көркем сөзін тыңдадыңыздар. Қандай сезімде болдыңыздар? Өмірдің мәні сіздер үшін не болып табылады балалар? Бүгінгі сабақта берілген мәтіндік жұмыстармен, бейнероликтен бір өздеріңіздің бойларыңызға жақсы қасиетті тиді деген ойдамын. Оқу тапсырмасы. Сламбек Тәуекелдің нағыз адам туралы еңбегінен алынған үзіндіні оқып келу беріледі. Бұл үзінді сіздердің оқулықта берілген. Мені мұқият тыңдап, сабаққа белсенді қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.